Амансыңдар ма қыздар? Отыра қойыңдар. Бүгін сабақта бәріміз түгелміз, иә? Түгел болатын болсақ, өткенде сабақтарымызды пысықтап өтейік. Өткен сабақта біз қолтық бойынша тереңдетілген бұйымдардың сызбаларын құрастыру үшін есептеу жұмыстарын жасағанбыз. Сол есептеу жұмыстары бойынша байыстық тордың ені қалай анықталады екен? Байыстық тор дегеніміз не? Қымбат айта қойшы. Байыстық тор дегеніміз тік және көлденең сызықтардан тұратын жартылай цилиндр бетіндегі жазықтық. Еркін қонымдылық қосымшалары дегеніміз не? Ақерке айта қой. Еркін қонымдылық қосымшалары дегеніміз тұлғаның бойында еркін қонымдылығын қамтитын қосымша шамалар. Ол шамалар екі түрге бөлінеді: декоративтік және техникалық. Негізгі сызбаны құрастырған кезде біз техникалық қосымшаларды қолданамыз. Жарайды, дұрыс отыр. Қолтық ойынсы тереңдетілген бұйымдардың байыстық торы ені қалай анықталады? Жібек айта ғой. Көкіректің жартыларына екі өлшемнің қосымшасына тең, яғни 46-ға 7 см қосамыз. Артқы бойдың ені қалай анықталады? Сурая айта ғой. Артқы бой енінің жартысына 0,75 см қосымша қосқанға тең болады. Ал алдыңғы бойдың ені қалай анықтаймыз? Алдыңғы көкірегінің жартысын қосымша қосқанға болады. Оның шамасы 0,75 немесе 1 см. Артқы бүкпенің енін қалай анықтаймыз? Ләззат айта ғой. Көкіректің жарты орама екі өлшемнен бірінші өлшемнің шамасына екі көбейтеміз және қосамыз. Өткен сабақтағы қолтық ойынсын тереңдетілген бұйымдардың сызбасын құрастыру үшін есептеу жұмыстарын жақсы меңгергендіктеріңді көрдік. Онда бүгін сол сызбаны жасаймыз. Ол сызбаны жасау үшін біз бірнеше ерекшеліктеріне тоқталып өтеміз. Бүгінгі өтетін сабағымыз қолтық ойынсы тереңдетілген бұйымдардың сызбаларын құрастыру ерекшеліктері. Сабағымыздың мақсаты студенттерге қолтық ойынсы тереңдетілген бұйымдардың сызбаларын құрастырудың ерекшеліктерін меңгерту, киімдерді дайындау процесінде осы сызбаларды қолдана алуға үйрету және оларды шығармашылыққа баулу, ептілік пен талғампаздықпен киіне білуге үйрету. Қолтық ойынсы тереңдетілген бұйымдардың сызбаларын сыртқы киімдерде, спорттық киімдерде және романтикалық стилдегі кешкі киімдерде пайдаланады. Сол сызбаны біз қазір құрастырамыз. Біз өткен сабақта осы сызбаны құрастыру үшін 46-шы өлшемді типтік дене бітіміне берілген шамаларды пайдаланғанбыз. Яғни 46-шы өлшемге қосымшасын қосу арқылы біз байыстық тордың енін анықтаймыз. 53-ке тең деп, 53 сантиметр. Кіші А. Байыстық тордың ені А үлкен, А кіші 53 сантиметрге тең. Қыздар, сендер жұмысшы дәптерлеріңді алып отырып, масштабты сызғышпен менімен бірге ілесіп сызып отырыңдар. Байыстық торымыздың ұзындығы 80 сантиметр. Жобасында аламыз. Табылған нүкте H деп белгілейміз. А H кесіндісін, кіші А H1 кесіндісіне параллель етіп, бұл алдыңғы бойының орта сызығы. Бізде алдыңғы бой мен артқы бойының орта сызығы белгілі болды. Енді артқы бойының орта сызығында біз қолтық ойынсын деңгейін белгілейміз. Біздің мысалымызда ол 23 сантиметр еді. Ал белге дейінгі ұзындығымыз 46-шы өлшемде 43 сантиметр. Бел мен мықынның арасы 20 сантиметр. Белгілеп шығамыз К, Б және М нүктелерін. Енді К нүктесінен кіші А H1 кесіндісіне перпендикуляр сызба түсіреміз және оны К1 нүктесі деп белгілейміз. К1. Б нүктесінен перпендикуляр кіші А және H1 кесіндісіне түсіріп, Б1 нүктесін белгілейміз. Дәл осылай мықын деңгейінен де М1 нүктесін белгілеп аламыз. Бойынша 19 сантиметр болған. Қыздар, менімен ілесіп сызып отырсыңдар ғой, Алдыңғы бойымыздың ені 21 сантиметр. Осы жерде кіші А1, кіші А2 нүктелерін белгілеп, оны К1 кесіндісіне перпендикуляр түсіріп, К2 және К3
нүктелерін табамыз. Иықтың бұйымның байыстық торы. Осы байыстық торының ішінде біз алдыңғы және артқы бойдың сызбаларын дайындаймыз. Артқы бойдың сызбасын дайындау үшін мойын ойынсының ені бізде 6,5 см, А1 нүктесін белгілейміз. Ені 2,5 см, А2 нүктесін белгілейміз. Және осыларды доға сызықпен қосып шығамыз. Иық тігісін безендіру үшін біз 3 см иық төменету нүктесін белгілеп, А1 нүктесінен сызба түсіреміз. Осы иық төменету нүктесі И нүктесі арқылы өтіп, И1 нүктесіне келіп тоқтайды. Иықтың ұзындығы бізде. Енді осы жерде К2 нүктесінен 3 см биссектриса шығарамыз, және И1 нүктесінен К2 И кесіндісіне және перпендикуляр түсіріп, И2 нүктесін табамыз. Осы И2 К2 кесіндісін 3-ке бөліп, оған 2 см қосамыз, және И3 нүктесі табылады бізде. И3 нүктесі. Бізде бір нүктесі, И3 нүктесі, И2 нүктелері дайын. Енді К2, К3 кесіндісінің ортасында біз К4 нүктесін табамыз. К4 нүктесі. Осы табылған нүктелерді доға сызықпен қосу арқылы біз артқы бойдың қолтық ойынысын безендіреміз. Артқы бойдың қолтық ойынысы. Осы К4 нүктесінен H1 кесіндісіне перпендикуляр сызба түсіреміз, және бұл сызық бізде алдыңғы бой мен артқы бойдың жан тігісі болып табылады. Алдыңғы бойдағы негізгі сызбаны сызатын болсақ, бірінші бел деңгейін белгілеп аламыз. Бізде алдыңғы бойда белдің ұзындығы 44,5 болған. 44,5 см өлшеп салып, А3 нүктесін белгілейміз. Осы А3 нүктесінен 6,5 см есептеп, А4 нүктесін белгілейміз. Ал мойын тереңдігі алдыңғы бойда 7,5 см, А5 нүктесі. Осы А4 және А5 нүктелерін доға сызықпен қосып шығамыз. А4 нүктесінен жоғарғы бүкпені дайындау үшін 3 см солға жылжытып, А6 нүктесін белгілейміз. А6. Және біз жоғарғы бүкпенің салуымыз үшін К1 нүктесінен 10 см солға К5 нүктесін белгілейміз. К5. Осы К5 нүктесі арқылы көкірек биіктігіміз 27 см осы түсу керек. Көкірек биіктігіміз К5 нүктесі арқылы өтеді. Тоқтаған нүктені біз К6 деп белгілейміз. Және жоғарғы бүкпе кешегі есеп бойынша бізде 7 см болған. Бізде жоғарғы бүкпе 7 см, А6 нүктесінен А7 нүктесін табамыз. 7 см-де А7 нүктесі. Осы А7 нүктесімен К6 нүктесін қосып, жоғарғы бүкпені безендіреміз. Жоғары бүкпе табылғаннан кейін біз алдыңғы бойдың иық тігісін жасаймыз. Ол үшін иықты төмендету нүктесінде И5 нүктесін белгілеп аламыз, және осы нүкте арқылы А7 нүктесінен иық И5 нүктесі. Сызып осындар мақұлдар. Енді осы табылған И5 нүктесінен перпендикуляр К3 және А2 кесіндісіне түсіреміз. Оны И5. Және И5 К3 нүктесін 3-ке бөліп, 3-тен 1 бөлігінде И6 нүктесін белгілейміз. К3 нүктесінен 2,5 см биссектриса шығарып, оны 2 нүктесі деп белгілейміз. Бізде И5, И6, 2 және К4 нүктелері белгілі. Осы нүктелерді доға сызықпен қосу арқылы алдыңғы бойдың қолтық ойынысын безендіреміз. Осылайша иықты бұйымның сызбасы бізде дайын.
Осы иықты бұйымның негізгі сызбасының негізінде біз қолтық ойынсы тереңдетілген бұйымдардың сызбасын дайындаймыз. Ол үшін қолтық ойынсын К4 нүктесін 5 см-ге төмендетеміз. К2, К3 нүктелерін 5 см-ге төмендетіп, ол табылған нүктелерді қосып шығамыз. Яғни бізде К2-де 1, К4-де 1, К3-де 1 нүктелері дайын болды. Қолтық ойынсы тереңдетілген бұйымдардың артқы бойының сызбасын дайындау үшін біз А1 нүктесін жоғары 0,75 немесе 1 см-ге көтереміз да, А1-де 1 нүктесін табамыз. И1 нүктесін 1 см-ге сызамыз, жылжытып И1-де 1. Оны И1-де 1 нүктесін 1 см-ге жоғары көтеріп, И1-де 1 штрих нүктесін табамыз. Табылған А1-де 1 және И1-де 1 штрих нүктелерін қосамыз. Яғни бұл жерде байқап отырсаңдар, иық нүктесі, иық тігісі жоғары көтерілді, алдыңғы бойға ауысты. И1-де 1 штрих нүктесі бізде табылды. Енді қолтық ойынысын безендіру үшін И3 нүктесінен 0,75 немесе 1 см көлемінде И3-де 1 нүктесін табамыз. Және К2-де 1 нүктесінен бисектриса шығарамыз 3 см-ге. К4-де 1 нүктесінен И3-де 1 аралығы қаншалықты болса, сол шамада К4-де 1 нүктесі көтеріледі. К4-де 1 штрих. Осы табылған нүктелерді қосу арқылы біз қолтық ойынсы тереңдетілген бұйымдардың артқы бойының қолтық ойынсын шығарамыз. Және К4-де 1 штрихтан өткен сызбаны мына жерде К4-де 1, 2 штрих етіп белгілейміз. Енді қолтық ойынсы тереңдетілген бұйымдардың алдыңғы бойындағы қолтық ойынсын безендіреміз. Ол үшін біз А7 нүктесінен 1 см төмен А7-де 1 нүктесін табамыз. Және біздегі И5 нүктесінен 1 см қосамыз иық тігісіне, И5-де 1. Және 1 см төмендетеміз. Осы табылған нүктені А7-де 1, И5-де 1 штрих нүктелерін қосып шығамыз. Бұл бізде алдыңғы бойдағы иық тігісі. Енді 6-да 1 И нүктесінен солға қарай 0,75 немесе 1 см-де нүкте белгілейміз. Бізде 6-да 1 нүктесі пайда болды. К3-де 1 нүктесінен бисектриса шығарамыз. Бұны 2 штрих деп белгілейміз. Бізде бірнеше нүкте пайда болды. Бұл жерде тағы бір ескеретін жайт, алдыңғы бойда жоғарғы бүкпе 2 см-ге қысқарады. Қолтық ойынсы тереңдетілген бұйымдарда. Сызып өтеміз. Артқы бой және алдыңғы бойда қолтық ойынсы тереңдетілген бұйымның сызбасы бізде дайын болды. Осы сызбаны дайындап болғаннан кейін біз әрдайымдағыдай ерекшелеп өтеміз. Жұмыс дәптерлеріне қызылмен, көк пастамен алдыңғы және артқы бойының сызбаларын ерекшелеп өтіңіздер. Қолтық ойынысы 5 см-ге төмендетілген бұйымдардың сызбасын қарастырылды. Бұл сыртқы киімдерде 10 см-ге, 15 см-ге дейін төмендетілуі мүмкін қолтық ойынысы. Егер қолтық ойынысы 7-10 см-ге төмендетілетін болса, онда мына жердегі К4, 4-де 1 штрих нүктелері бізге 0,175 см-ге дейін тағы оңға және солға ауысады. Бұл дегеніміз
артқы бой мен алдыңғы бой тағы да кеңейтіле түседі деген сөз. Бүгінгі сабақ бәріңе түсінікті болатын болса, біз бірнеше сұрақтармен пысықтап өтейік. Қолтық ойынсы тереңдетілген бұйымдардың артқы бойында қандай ерекшеліктер бар? Ағерке айта қойшы. Қолтық ойындысы тереңдетілген бұйымдар үшін иық бөлігі кеңейеді, иықтың тігісі ұзартылады және ол алдыңғы бойға қарай аударылады. Иық тігісінің ұзартылу мөлшері 0,5 см-ден 3 см-ге дейін, ал кей жағдайларда 5-6 см-ге дейін болады. Алдыңғы бойда иық тігісі ұзартылады және төмендетіледі. Артқы бойдағы иық бүкпесін жасамайды, немесе оны мойын ойынысына ауыстырады. Артқы бойдың бел сызығына орта сызығынан жасамайды. Алдыңғы бойдың кеуде бүкпесінің ендігі 2-3 см-ге азайтады. Алдыңғы қосымша кеңейтіледі. Егер қолдық ойының қосымша кеңейтуі 5 см-ге дейін болса, артқы бойда К2-К2-1 И3-И3-1, алдыңғы бойда К2-2 I6-I6-1 болады. Егер қолдық ойының қосымша кеңейтуі 5 см-ден артық болса, онда қолдық ойының қосымша кеңейтуі артқы бой және алдыңғы бойының ені 0,15 см немесе 0,175 см-ге дейін кеңейтіледі. Бүйір тігісінің орналасуын қолтық ойынысының ортасының кесіндісіне белгілейді. Қолтық ойынысы қосымша тереңдетеді. Тереңдету бел сызығына дейін 2 см-ге тең болуы мүмкін. Бұйым қолтық ойынысы аймағында жұмсақтау және көлемдеу болған сайын тереңдету дәрежесі үлкейеді. Бүгінгі сабақ бәріңе түсінікті болатын болса, үйге тапсырма, қолтық ойынсы тереңдетілген сызбаларын өз өлшемдеріңізге жасап келесіздер. Сау болыңдар. Сау.